Хит копилканың 100 000 теңгелік таблицасын 2 минуттың ішінде телефонның көмегімен жасап үйренеміз. Ол үшін PowerPoint және Excel программаларын Play Market'тен телефонымызға көшіріп аламыз. Бірінші Excel'ге кіріп, пустая книга деген пустая страницаны басамыз. Осы жерде біз өзімізге қажетті суммаларды жазып шығамыз. Сіз 500 теңгеліктен көп салғыңыз келе ма, или 1000 теңгеліктен көп саласыз ба? Сол суммаларда керекті өзіңіздің сала алатын суммаларыңызды жазып шығасыз бірінші. Мен A-ден G-ге дейін жазып шықтым керекті суммаларды. Енді сол бірінші қатарды белгілеп, копировать дегенді басып, екінші астында қатарға вставить етіп қоямыз. Осылай суммалардың барлығын қойып шығамыз. Қойып шыққаннан кейін, сол жақ ең жоғарғы шетіндегі стрелка сияқты белгіні бассаңыз, барлық сіздің қойған суммаңыздың есептеп общий суммасын шығарып береді. Енді сол жақ бұрыштағы стрелканы бассақ, барлық суммамызды белгілеп береді. Соны копировать етеміз. Общий 100 000 теңге шықты, ол сумма төменгі жақта көрсетіліп тұр. Егер сізге 200-300 000 теңгелік таблица керек болса, ары қарай төменге қарай тағы да жазып шықсаңыз болады. Сіз жазған сайын астында суммасы қанша теңге болғаны шығып отырады. Енді Excel'де жасаған таблицамызды копировать етіп көшіріп аламыз. Одан кейін PowerPoint программасына кіріп, создать етіп, листті сол жерге өзіміздің көшіріп алған таблицамызды вставить етіп қоямыз. Таблицаны үлкейтіп, кішірейтіп, өзіңізге қалай ыңғайлы солай жасап аламыз. Одан кейін жоғар жағына текст жазсаңыз болады. Текст дегенге кіріп, өзімізге қажетті текстті жазып аламыз. Армандар орындалады деген сияқты кез келген текстті жазамыз. Бұл жерде фонды да өзгертуге болады. Изображение деген жерге кіріп, галереядан кез келген фонды қойып, өзіңізге ұнайтын фонды қойып, өзгертуге болады. Текстке кіріп, төменгі жаққа күні, мақсаты деп жазамыз. Қай күні бастағанымызды және мақсат қанша мың теңге жинау керек, сол сумманы жазып қойсаңыз болады. Жазған тексттің цветін, шрифтін өзгертуге болады. Төменгі жақта функциялар көрсетілген, солар арқылы өзіңізге ұнайтын түстерге ауыстырсаңыз болады. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Хит копилканың жасалу жолы менің парақшамда бар. Сол жерден көріп, өз қолыңызбен жасап алсаңыз болады. Хит копилканың жасалу жолы жоғарғада шығып тұр. Сол сілтеме арқылы кірсеңіз болады. PowerPoint'та таблицаны қойдық, барлығы дайын болды. Енді осыны сохранить етіп, соткамызға сақтап аламыз. Кез келген принтерден шығарып, хит копилкаңыздың сыртына жабыстырып, ақша жинай беруіңізге болады. Сау болыңыздар!